Осы адамдарды түсінбеймін. Ақша деп ұятты ұмытты. Ақша үшін бәрін істейді. Кімді айтып отырсын, Жәнібек? Анау кім бар ғой? Жанадылов. Соны қарасам жүкейім жұқарады. Қатының көптің Инстаграмға сала береді. Өзі шашын бояп нервті ауыртатын нәрселер істейді. Жаник, я тебя не понимаю. Тебе какая разница до чужой жены, ее задницы и прически другого чувака? Какой разница дегенің не? Ұят деген болуы керек. Бізде ондай нәрсеге жол бермеу керек. Қазақтар дұрыс нәрсе үйрету керек өсіп келе жатқан жастарға. Неге сондай Жанадылов сияқтыларда подписчиктер толып жатыр? Жаник, спрос рождает предложение, ты сам создаешь ему рейтинги, обращая на это внимание. Понимаешь, когда на странице у инстаграмщика кипишь в комментах, то Инстаграм кидает это в рекомендации огромному количеству людей и соответственно его контент смотрит больше, а это приносит неплохое бабло. Ер азаматта бабло емес, біріншіден намыс болуы керек. Ер жігіт өз абыройын қасықтап жинайды. Бабла мен абыройынды көтере алмайсың. Жәнібек, қазіргі заманда абырой деген нәрсе ақшамен есептеледі. Ақшаң көп болса, абыройлы кісі боласың, елдер жағымпазданады. Ал ақшаң жоқ болса, сені ешкім сыйламайды. Тек жақындарын сыйлау мүмкін, бірақ олар да сені асырамайды. Қарызға ақша сұрай берсең, сенен қашады. Сонда Жанадылов сияқтылар, әйелдерінің көпті көрсетіп ақша жасағандар абыройлы кісілер ма? Жанадыловты сол сияқты адамдар сыйлайды. Оның фанаттары көп. Да ладно тебе, Жаник, хорош газовать на Жанадылова, не обращай внимания. Не болды, подружка, чё-то без настроения отырсың ғой. Күйеуіме көңілім толмай жүр. Соны ойласам көңіл күйім түсіп кетеді. Не болып қалды? Че твой муженек істеп қойды? Любовница, что ли? Қайдағы любовница, бір жерінен жыртылып кетер любовницаға. Жұмыс істемейді, тек Инстаграмда, Ютубта отырады, елді жамандап. Ай, оған не обращай внимания. Сейчас у многих женщин сондай. Жұмыс табу сложно стало и делать нечего им. Сидят в сотках и елді жамандап отырады. Вот, например, посмотри на Жанадылова, маған сол ұнайды. Кім ол Жанадылов деген? Милая моя, это блогер, который разбогател через Инстаграм. Қалай сонда? Ой, әңгімесі көп. Ары-бері Том и Джерри туда-сюда жасап, әйелін көрсетті ма, хайп жасады ма. Короче, көтеріліп кетті, подписчик жинап. Күйеуім сондай болса ғой. Айтып көру керек сол Жанадылов туралы күйеуіме.